Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Достар, біз қазір сіздермен дене салмағының анализаторына және фитнес тестіне барамыз. Қанша бұлшық ет, май және су бар екенін көрейік. Өлшеп, жаттығуға барайық. Әзірше қарасына тұр. Артқа шегін. Тамаша. Енді қызғылтты бас. Енді тіркелу керек, жасылды бас. Күтеміз. Жасылды бас. Жасылды басқанда барлық шарттармен келістің. Есімім жазам ба? Атыңды, я. Керемет. Туған күніңді де жаз. Жарайды. Бойың жаз. Жарайды. Көкті бас. Енді ол калибрленгенше 5 секунд күтеміз. Жалпы салмағыңыз қанша екенін көрсетеді. Керемет, жалғастырайық. Енді алға қадам жасаймыз. Содан кейін біз электродтарды тұтқалардан аламыз да жібермейміз. Тоқ соқпай ма? Сен арқылы аз разряд өтеді. Тамаша. Супер. Бір қадам артқа шегіне ал. Мұның не екенін айтып берейін. Мұнда біз бәрін пайыз ретінде көреміз. Пайыз екі жолмен өзгеру мүмкін. Біз жай ғана мысалы бұлшық ет жинаймыз да денеңдегі май санын қалдырамыз. Немесе сенің май өлшемің де азаяды, бұлшық еттер қалады. Сенде менде не болып жатқанын қарай аламыз. Килограммда қанша екенін, қандай композицияда бәрін қарай аламыз. Яғни мен саған ораза кезінде біз аздап ет жинап және сол уақытта майлар төмендейтін нұсқасын ұсынамын. Мынау майдың өлшемі. Менде сонда 12 кило май ма? 12,5 кило май. Бұлшық еттерің 38,4. Және де 48 кило су ма? Жалпы саны. Су, майда, етте де бар, мынау соның жалпы саны. Пайыздағы өлшемі. Майым аз екен ғой? Жалпы я, 20%-дан аз жақсы көрсеткіш, денсаулығың жақсы. Бірақ висцералды май деген көрсеткіш бар. Оны да көрейік. 70 сантиметр. Сен төмен түсу керексің. Яғни бұл сенің ішкі ағзаларындағы жатқан май. Оның кетуі өте қиын, және ол дұрыс тамақтанбау салдарынан жиналады. Егер сен майлы нәрсе жесең және тағы басқа көп қолдансаң, бұл туралы енді саған нутрициолог толығырақ айтып береді. Оны кетіру үшін ұзақ уақыт бойы дұрыс тамақтану керек. Бұның қауіптігі ол қан тамырларына сондай-ақ әртүрлі ауруларға тікелей әсер етеді. Яғни бұл май негізінен сыртқы келбетімізге әсер етеді. Воздействие, эффект, то здесь это на здоровье больше. Су көрсеткішің жақсы, қатты мән бермейміз. Ал мынау денеңде бұлшық еттерінің орналасуы. Дұрыс өскен бәрі. Я 7,7, 2,7,15, я? Я, жалпы пайыздан көруіңе болады. Жақсы, ораза ұстап жатқан уақытында қандай мақсатқа жеттің келеді? Ты будешь преследовать на этот период, пока ты держишь пост, и продолжим. Бірінші не бізде? Салмақ түсіру. Жарайды. Артық майды азайтсақ. Ол мақсат емес деп ойлаймын. Ет жинап, жақсы күйде болсақ жақсы. Я, жақсы күйде, я. Қуатыңды көтеру керек сосын. Аз екен. Басайын ба? Я, жалғастырайық. Өзің емейліңді жаз, ары қарай бізде барлық көрсеткіштер болсын. Супер. Сынақтан өткенің үшін рахмет. Енді көлемді өлшейміз. Маған бұрыл. Өзіңе ұнайтын қолды сос. Жарайды. Маған ыңғайлы болу үшін жанға қарай жылжыта сал. Я. Айналдыра сал. Трицепсті өлшейік. Қолын қысайын ба? Жоқ, керек емес. 32 сантиметр трицепс, есте сақтайық. Енді қолыңды қыста. Тарт. Я, осылай. Есіңе сақта. Ұстап тұр. Бицепсті көрейін. 37 сантиметр екен. Енді қолыңды сос. Я, жақсы.
98 сантиметр екен төсің. лопатки груди. Беліңді Просто көрейік. напряги Шыңды живот, қатайт, то я есть жақсы. растягивай его и не Жақсы. раскачивай, да. 89. Хорошо. И посмотри Жамбасын бедра, көрейік. да? Екі Стой на аяғында двух түзеу ногах, тұр. просто спокойно. Да, на двух ногах. 60 60 сантиметр. сантиметров. Жақсы. Хорошо, Аяқ киіміңді ки. обувайся. Дамирдің көрсеткіштерін көрдік. Я жаттығу залына барып, шұғылданатыны көрініп тұр. Он неплохо Жұмыс выглядит. жасаймыз. Есть над чем поработать. Егер де В целом, ораза кезінде будет бәрін стараться, дұрыс будет істесе, так же әрі қарай дисциплинирован, во время дамиды. поста спрогрессирует. Сәлем кір. Ходи, пожалуйста. Осы жерге ма? Я қызғылтты бас. Қазір тіркелеміз. Пройдем регистрацию. На Жасылды бас. зеленый. Келісеміз. Соглашаемся. Атың жазасын. Туған күніңді. Дату рождения. Бойың жазасын. Хорошо, рост. Сантиметр сол жағында. Слева. Какой тебе рост? Бойың қанша? 163. Қызылғытты бас. 5 секунд күтеміз. Енді жасылды. Алға бір қадам бас. Вперед. Электродтарды ұстаймыз, жібермейміз. Не отпускай. Мені өлшеп жатыр ма сонда? Я өлшеп жатыр. Все верно. Керемет, бір қадам артқа. Жақсы. 30%. Қыздар үшін жақсы көрсеткіш. 20-ға қарай кетсек болады, күшті көрінеміз. Килограммда қанша екенін көрейік. Көрдің бе? Бұлшық еттерің аз дейді, жинауға болады. Майды кішкене азайтуға болады. 15 кило май, 25 кило ет болса жақсы болады. Саған су көбірек ішу керек. Келесі слайдта көреміз. Суың аз, көріп тұрсың ба? 60-та 40 балансын ұстау керек. Жасыл аймақтасын, жалпы жақсы. Кішкене көбейтсек, зат алмасу жылдамырақ болады. Тез қалпыңа келесің. Таңертеңгі ісік болмайды. Ораза кезінде ол өте маңызды, себебі күні бойы су ішпейсің ғой. Жарай ма? Май саны аз, бірақ сонда да сәл азайту керек. Нутрициолог қалай дұрыс тамақтанып, нені азайту керек екенін айтып береді. Жинау керек па? Я жақсы. Жалпы жақсы. Кей жерлерін дұрыстау керек, бірақ жалпы нашар емес. Жеңіл түзейміз. Жалпы бәр жақсы. Мен өте қуаныштымын. Я өзіңе 3 мақсат таңдап ал, ораза кезінде соған жетеміз. Так. Наверное, чтобы Қуатым көп болса жақсы болар еді. Жарайды. Окей. И Маңызды софт-кил ол бүгінгі күнге. давайте. Жарайды. Және де бұл Супер. жинайық. Жалғастырайық. E-mailіңді жазда, рәсімде. Подтверждаем. Қазір ғана арайды өлшедік, көрсеткіштері жақсы. Кішкене май санын азайту керек, және де ет жинау керек. Көрейік, нутрициологпен тығыз жұмыс жасау керек, жақсы тамақтанып, жаттығу керек. Хорошо кушать. Бәрін хорошо жасап береміз, тренироваться. ол Всё подберем, бәрін я істей думаю, алады. всё получится.